Сәлем достар, сіздермен бірге мен Редик Кәусар, және бүгінгі видеода біз сіздермен бірге менің осы жылғы мектепке рюкзагымды жинайтын боламыз. Егер сіздерге бұл видео ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Мінекей достар, менің осы жылға алған осындай көк түсті рюкзагым. Бұны сіздерге уже back to school'да көрсеттім. Сіздерге қалай өзім қосқан заттардан бұл менде екі жағынан екі брелок. Осындай көк түсте, біреуі осындай көк түсті көбелегімен, қараңыздар, өте әдемі менің ойымша, және де екіншісі көк түсті гүлімен. Бұларды екі жағына тағып қойдым әдемі болу үшін, және де көк түсте істедім, себебі рюкзакпен сочетаться ету керек. Ал енді достар, менің рюкзагымды жинамай тұрып, бірінші менің пеналымды жинап алайық. Өткен видеода көрсеттім бұны да. Осындай көк түсті сетка, человек-паугы бар, наверное, жұлдызы бар. Осындай обычный пенал. Енді осы пеналдың ішіне салатын ручкаларын таңдайық. Менде ручка осы жылға өте көп. Бұларды да сіздерге back to school'да көрсеттім. Енді менің алып кететін мектепке ручкаларым осы 4 ручканың ішінен біреуін таңдаймын. Себебі олар бірдей, және осыларды бірінші қолданып тастағым келіп тұр, себебі олар ең көбі. Осы біреуін алдым. Екінші ол менде қара ручкалар. Қара ручка менде екеу, оның біреуін жасып бастап қойдым. Сол біреуін алып, өзімен бірге мектепке алып кететін боламын. Келесі сол менде жұлдызы бар ручка, менің сүйікті ручкаларымның бірі. Оны да жазып бастағам, сондықтан да оны да алып кетем. Келесі осындай бір ручканы таңдай салдым, осыны да алып кете саламын артық ручка ретінде. Осылардың барлығын пеналымызға саламыз, және де келесі ол менде осы жылға алған менің карандашым. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы көк түсті. Маған өткен көк түсті өзіме өте қатты ұнайды, және көк түсті қылып жинаған да ұнайды. Келесі сол менде осындай көк түсті өшіргіш. Мен оның пленкасынан шешпей, осылай итеріп қолданатын боламын, себебі кірленіп кетеді. Оны да пеналға салып аламын. Одан кейінгі зат менде осындай ұштағыш обычный. Ол заттардың барлығын back to school'да көрсеттім, достар, көрсеңіздер болады сол видеодан. Және де осындай менің замазкам. Сосын осындай транспортир, немесе сызғыш. Және де менің стикерлерім өткен жылғы осындай 2-4 бұрыш, көк түсті және бежевый и көк түсті жүрек. Бұларды пеналға салдым. Бірақ кірленіп қалатын шығар деп ойлап тұрмын, сондықтан да может быть сумкаға да салып алам. Және де келесі менде осы алгебрадан осындай әртүрлі менің формулаларым. Бұлар маған өте қатты көмектеседі, сондықтан да өзіммен мектепке алып кететін боламын. Осындай болып шықты менің пеналым, ал енді мен сіздерге жаңадан алған затымды көрсетемін. Өткен видеода мен сіздерге осындай текстовый выделительдерді көрсеткен болатынмын. Back to school'дан көрсеңіздер болады. Ал осы жаңа видеоға мен осындай жаңа лайнерлер, немесе тағы да текстовый выделительдер алған болатынмын. Бұл екі жағы екі түрлі, яғни үсті жағы brush pen, асты жағы болса лайнер. Өткен видеода көбісі менің осы текстовый выделительдерді маркер деген түсінбей жатыр екен. Мен әдейі екі түрде айттым, себебі әркім әртүрлі айтады. Барлығы түсіну үшін екі түрде айттым. Бұл текстовый выделительдерді мен пеналға салмаймын, себебі пеналда менде оған орын жоқ. Мен осы ескіні салсам, себебі олар жазады, және де керек кезде тез қолдана салам. Ал мына текстовый выделительдер менде рюкзактың ішінде тұрады. Рюкзакта осындай өздерінің қораптарында тұратын болады. Ал енді рюкзагымды ашып, ішіне пеналымды салайын, достар. Көріп тұрғандарыңызда менің рюкзагым кішкентай болғанымен ішінде салатын жері өте көп. Орысшалап айтқанда ол вместительный. Менің осындай кітаптарым сіздерге әдейі ішіне салып көрсетіп жатырмын, қалай болатынын көрсету үшін. Және де мен осындай көп кітап алмаймын, яғни болатын сабақтардың дәптері және 2 немесе 3 кітап алып кетемін. Ал енді ең артында тұрған осы замоктағы жерін толтырам. Оны толтыру үшін кітаптарды алып тастай тұрайын, себебі видеода дұрыс көрінбей жатыр. Пеналмен кітаптарды алып тастай тұрам уақытша. Ол жерге мен көп нәрсе салмаймын, себебі мен басқа жерлерге де салуым керек бір нәрселер. Ол жерге мен ең маңызды заттардың бірі менің кошелегімді салатын боламын, себебі кошелек менде осындай көрінбейтін жерде тұру керек.
Ал енді осы шеткі жағын толтыратын боламыз достар. Ол жерге мен өзімнің косметичкамның керек заттарды ғана салам. Егер осы косметичкаға обзор қалап жатсаңыздар достар, мен сіздерге түсіремін, бірақ комментарияға сол туралы көбірек жазып кетіңіздер. Менің алып жатқан заттарым, былайша айтқанда керекті заттарымның бірі, ол менің осындай 2 бальзамым және де менің кремім. Бұлар маған суық күндері ернім, қолым немесе бетім кеуіп кеткен кезде керек болады. Ал енді осы алдыңғы бөлігін толтыратын боламыз, яғни осы кнопкада тұрған жерін. Бұл жерге мен автобуста қолданатын өзімнің оңай картамды салатын боламын. Осындай қызыл қапта тұрған қап дегенде бұның типа чехолы, былайша айтқанда жоғалып қалмау үшін. Оны осы жерге салам. Одан кейін бұл жерге тағы да үйдің кілтін салатын боламын. Бұл жер кішкентай болғанымен тез ашылып жабылғанға ыңғайлы. Ал осы шетіне келесі жағына мен өзімнің влажный салфеткаларымды саламын және де антисептик. Осындай гигиенаға арналған заттарды саламын. Артқы жағына мен әрине өзімнің телефонымды салам, ол очевидно, бірақ ол телефонды мен жолда кетіп бара жатқанда қалтамда тұратын болады. Және де тағы да бір заттардың бірі алдыңғы бөлігіне салатын, ол менің наушнигім. Осындай қолдануға ыңғайлы жеріне салып қойдым, әдейі тез алып музыка тыңдау үшін. Достар, енді видеоның ең қызықты бөлімдерінің бірі, ол менде осы калькуляторды әдемілеу. Яғни қазір сіздермен бірге наклейкалармен жабыстырып, оны әдемілейтін боламыз. Маған осындай заттар оқуға мотивация береді, есеп шығарғанға, сондықтан да әдемілейміз. Осындай менде наклейкалар өте көп, осылардың ішінен қазір сіздермен бірге таңдап әдемілейтін боламыз. Достар, менің калькуляторым осындай болып шықты. Мен осы 2 наклейканы орнына ауыстырып қойдым, осылай дұрыс сияқты. Сіздерге қалай? Осындай розовый, көк түсте қылып істедім. Новый наклейкалар алып жатсам, осы пустой жерлер толтырам. Сіздерге қалай? Комментария жазып кетіңіздер. Оцените от 1 до 10. Және ішінде осындай бутылкалар наклейка. Калькуляторды мектепке алып кететін болғандықтан, оны да рюкзактың ішіне салып аламын. Менің пока рюкзагым іші осындай болып тұр. Егер жаңа заттар алып жатсам, әрине сіздерге көрсетем, өзімнің мектепке блогтарымда айтып кететін боламын. Пока осындай. Достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер және комментарияда менің калькуляторымды бағалап кетіңіздер. Басқа да бэк-то скулдарды көргілеріңіз келсе, арнаға кіріп көрсеңіздер болады. Всем пока!